Жихан өзінің жүк тасымалдаудағы серіктестерімен кешегі полицияға ұсталып қалған жағдайды талқылап отырады. Оның серіктестері өзіңнің араңда жансыз бар деп бір-бірімен соғысып тұрады. Үйде кішкентай Жиханға үйіндегілер алтыбақан құрып береді. Анасы ұлымен қоштасып жұмысқа қарай шығып бара жатқанда Жихан келіп қалады. Оған ішке кір, екеуміз сөйлесуіміз керек дейді. Олар жеке бөлмеге барады. Жихан Алияға келіп, сен ол ауруханаға барып жұмыс істемейсің, ол аурухана Демирға тиесілі, сен ол жүрген жерде жүрмеуің керек дейді. Сонда Алия, мен ол адамның өзіне бара жатқан жоқпын, мен сол жерде жалақы алып жұмыс істеймін, мен ол адамның қол астында жұмыс істемеймін ғой деп бұлқан-талқан болып жатады. Онда ұлымды бер, мен кетемін деп айтады. Сонда Жихан айтады Алияға, ешқайда кетпейсің және жұмыста істемейсің, мен қарсымын деп нақты талап қояды. Шахин түрмедегі әкесіне келеді. Екеуі өзара сөйлесіп отырады. Сонда Шахиннің әкесі Хасан мырзаны өлтіруді бұйырады. Хасан мырза Садақат ханымның туған інісі. Осының әкесінің түрмеге түсуіне себепкер болған. Жихан мен Кая кеңсеге келеді. Жандарына бір көлік келіп тоқтайды. Көліктен Хасан түседі. Оларды сырттан Шахин бақылап отырған еді. Хасан келіп Жиханға кешірім сұрайды және оны ішке қарай кіргізеді. Сол сәтте Шахин қатты бар дауысымен Жихан деп айғайлайды. Барлығы сұласып тұрып қалады. Көкесіне ішке кіре бер дейді да Кая мен Жихан Шахинға келіп не болғанын сұрайды. Барлық жағдайға қарамастан сен көкеңді ішке кіргіздің ба деп сұрайды. Сонда Шахинге бұл жерге кіруге сенің де хақың бар деп айтып Жихан кетіп қалады. Көкесі сырттан бақылап тұрады. Мене ауруханада өз жұмыстарын атқарып отырғанда кабинетіне Алия келеді және жұмысқа тұратындығын айтады. Мене қатты таңғалады, оны жұмыс істемейді деп ойлайтын еді өйткені. Ал Алия болса айтқан сөзінен қайтпай жұмысқа тұрады. Мене Жиханға хабарласып, Алия жұмысқа тұруға келді, тезірек кел деп мене Жиханды шақырады. Ал Алия болса сол сәтте өзінің кабинетін көруге және әріптестермен танысуға коридорда тұрады. Сол сәтте Нарен өзінің жүктілігін қалай өтіп жатқанын білу үшін ауруханаға келген екен. Сол сәтте пайдаланып Алиямен бірге кабинетін көруге бірге кетеді. Алия Наренді ертіп кабинетін көруге кірген кезде кабинетінің ішінде Садақат ханым отырады. Ол бәрінен бірінші келіп Алияның жаңа кабинетіне жайғасып алған екен. Оны көрген Алия іште жынданып, бұлданып, өз-өзін жеп тұрады. Ал Садақат болса аурухананың басшылығын шақыр деп қоймай қояды. Сол сәтте мене Садақат ханым сыртқа шығуыңызды өтінемін. Бұл аурухана бізге бұндай шу керек жоқ деп айтады. Нарен сол сәтте коридорға шығады да ағасына хабарласып, анам ауруханаға келіп алыпты дейді. Сол кезде Жихан, я білемін, мен жолдамын, күтіңдер деп айтады. Сол сәтте күзет те келеді. Күзеттің келгеніне қарамай Садақат орнынан тіпті қозғалмай қояды. Алияны көзімен жеп тұрады. Алия болса өзін қоярға жер таппай, не істерін білмей, қаны қыз-қыз қайнап тұрады. Сол сәтте аурухана басшылығы да келеді. Аурухана басшылығы келгенде ғана Садақат ханым орнынан тұрып, аурухана басшылығына келіп, алдына келіп айтады. Мен сендерге қатаң ескертіп айтамын. Менің келінім бұл жерде жұмыс істесе де, оған ешқандай ауру әйел келіп қаралмайды. Оған ешқандай әйел адамды қаратпайсыңдар деп қатаң тыйым салады да, Алияның бетіне қарап бірнеше сөз айтады да, кабинеттен тіпті ауруханадан шығып кетеді Нарен екеуі. Нарен де анасының артынан жын-ұра шығып кетеді. Ол байқұсқа да қиын екі ортада. Ал Алия болса кабинетте жалғыз өзі, не істерін білмей, не жыларын білмей, өзін-өзі жегідей жеп тұрып қалады. Мене болса аурухана басшылығына олар Альбора әулетінің келіні, оны бәрібір жұмыс қалғанымыз қате болды деп айтып жатқан кезде бір шеттен Демир келіп қалады да, оны жұмыстан шығар дейсің бе деп Менеге сөйлейді. Мене болса әрине жоқ, просто бізбен оған жұмыс істеу қиынға түседі. Сіздер Альбора әулетінің кім екенін білесіздер деп айтып жатады.
Нарен болса анасына жындысыз ба, сіздің неңіз бар Алияда деп айтып келе жатқанда, Садақат Наренға айтады, бұл аурухана Демирдікі, сендер мен білетін нәрсенің көбін білмейсіңдер деп Наренге ұрсып береді. Нарен болса шоковый состояниеде тұрып қалады. Сол сәтте Джихан келеді. Анасына не істеп жүрсіз десе, Садақат айтады, сен істей алмаған нәрсені мен істеп жүрмін деп ұлының аузын жауып өзі кетіп қалады. Сол сәтте Джихан төбеге қараса, Демир қолындағы затын айналдырып соларға қарап тұрады. Сол сәтте Кадирға біреу хабарласып, Шахин Хасанның артына түсіпті деген хабар ести сала, Джихан дереу арада көлікке отырып, сол Шахиннің артынан кетеді. Нарен да Джиханның көлігіне отырып, Осканды тастап кетеді. Оскан оған қарап тұрмайды, арттарынан көлігіне мініп кетеді. Хасан болса қаруын алып бір адамдар көп шоғырланған жерге барады да көлігін тастап қашады. Шахин оның артынан қуа жөнеледі. Қаруын оқтағанын көрген халық шулайды. Полиция шақырыңдар деп, бірақ оған ешкім қарамайды. Шахин Хасанды қуып кете береді. Сол сәтте Джихандар да келеді. Хасан қашып бара жатып қолындағы қаруын түсіріп алады. Қаруын жерден алады да Шахин өзіне алып, Хасанды ары қарай қууын жалғастырады. Хасан болса қаша келіп бір қуысқа келіп тіреледі. Ол жерлерде ашатын есік таппай сүлесіп тұрып қалады. Сол жерде Шахин ұсталдың ба дегендей қылып оған қаруын кезейді. Сол сәтте Хасан, қой балам, мен оны өз еркіммен істеген жоқпын, менің еш кінәм жоқ, мен тек бұйрықты ғана орындадым деп ақталып жатқан кезде Джихандар да келіп қалады. Шахин оларға жақындамаңдар деп айтады. Сол сәтте Оскан арттарынан келіп оларды бақылап тұрады. Наренда не істерін білмей сол сәтте іштей қынжылып тұрады. Джихан бақылап тұрады не болып жатқанын, Хасанға қарайды. Сол сәтте Нарен батыл шешім қабылдайды да Шахиннің қаруының алдына өзі тұра қалады, көкесін қорғау мақсатында. Шахин Наренді итеріп жіберіп, Нарен былай өт деп артына қарай алады. Сол сәтте Нарен Шахиннің қолынан ұстап тізерлеп отырып жылайды. Шахин, біздің естеліктеріміз ғана қалды, қойшы, енді екеуміздің арамызды бұзбашы одан сайын деп жылап тұрғанын көреді. Оскан болса іштей қатты қынжылады, өйткені ол Наренді сүйеді, бірақ Нарен Осканды сүймейтін еді. Нарен қолын жібермей қаруды тастағанша аяғына Шахиннің жығылып жылап отырады. Шахин да өз-өзін іштей жібітіп, кегін ысырып қаруын тастайды да Шахин кетіп қалады. Наренді тұрғызбайды даже. Нарен орнынан тұрып, Джихан ағасын құшақтап жылайды. Ағасын құтқарғанына іштей қуанады әрине, бірақ жылайды. Ауруханада Алия адамдармен, науқастармен танысып жүрген кезде бір науқас қыз, түсік тастаған әйел айтады, сіз Садақат ханымның келінісіз бе деп айтады. Мен сізге қаралмаймын деп айтады. Сол сәтте Алия өзі іштей біртүрлі болып қалады және құжаттарын қайтадан өзінің бас дәрігеріне қайтарып береді де кабинеттен шығып кетеді. Мына хабар, Садақат ханымның хабары барлық әйелдерге тез тараған ба деп дәрігерлер өзара сөйлеседі. Қазір телефон деген нәрсе бар, барлық хабар тез тарайды деп бір-бірімен сөйлесіп, басқа науқастарды қарауға кіріп кетеді. Алия сол сәтте өзінің жеке кабинетіне кіріп, іштей қиналып жылап тұрады. Сол сәтте Демир болса гүлін көтеріп Алияның кабинетіне қарай кетіп бара жатады. Оны сырттай Мине көріп қалады. Мине арттарынан қарап тұрып қалады. Сол сәтте есік қағылады. Алия бетін сүртіп есікті ашқан кезде Демирді көреді. Ол сыртқа шық, кірмейсің деп есікті итере бергенде Демир есікті ұстап қалады да, мен сізді құттықтауға ғана келдім деп айтады. Сөйтіп ішке кіріп алғаннан кейін
Алияға сен ақыры жұмысқа кірдің, көрдің ба, садақатқа қарамай мен сені жұмысқа кіргіздім деп айтып тұрғанда, Алия, сен мені қуыршақ қылып қолдану үшін ғана кірдің, сен өш алу үшін ғана кірдің дейді. Сол сәтте Демир ашуланып, иә, мен қолымнан келгеннің бәрін жасаймын, Альбора әулетінен өш алу үшін мен бәрін жасаймын, не істеу керек болса да бәрін жасаймын, олар мен сияқты қиналу керек, менен бетер қиналу керек деп Алияға барлық шындықты айтып тұрады. Екеуміз керемет сыбайлас боламыз, сен Джиханды полицияға ұстап бердің, екеуміз күшті тіл табысамыз деп айтып тұрғанда, Алия кабинеттен шық деп Демирді қуып тұрады. Демир де өзінің айтар сөздерін айтып, Алияға біраз сөздер айтады да шығып кетеді. Ал Алия болса берген гүлін мусорға тастайды да өзі Демирға тез арада шық деп тағы да қоймайды. Демир зорға шығады кабинеттен. Алия болса басын ұстап, не істерін білмей бас қатып, өзімен өзі кабинетте отырып қалады. Оскан үйінің ауласында шарабын ішіп ойланып тұрады. Сол сәтте Нарен да келіп қалады. Оның сыртта жалғыз өзі тұрғанын көріп, Нарен Осканның жанына жақындайды. Осканға айтады, Шахин менің көкемді атпау үшін ғана мен оған жалындым деп айтады. Сол сәтте Оскан, сен мені ешқашан олай сүймегенсің дейді. Сонда Нарен айтады, сен де мен ешқашан сүймегенсің, сен тек менің әулетіме ғана қызыққансың деп айтып кетіп қалады. Нарен мен Алия телефонмен сөйлесіп отырып, Шахин Хасанды атпақ болғанын айтады. Алия болса таң қалып, жанындағы ақсақалдан шын ба дегендей қылып сұрайды. Және ақсақал бәрінің шын екенін айтады. Және Шахиннің де Хасанның да жағдайы жақсы екенін айтады. Осымен бүгінгі сериалы аяқталды. Енді келесі сериалды күтіңіздер.